Кейінді ықпал деп, бір сөз көлемінде немесе екі сөз аралығында кейінгі дыбыстың өзінен бұрынғы дыбысқа әсер етіп, ықпал жасауын айтады. Кейінді ықпал заңдылықтары к, қ, п дыбыстарының біріне аяқталған сөздерге жалғанатын қосымшалардың басқы дыбысы дауысты дыбыстан басталса, бұл үшеуі ұяңдай г, ғ, б түседі. Жазуда естілуінше жазамыз. Мысалы, тарақ, тарағы, жүрек, жүрегі, доп, добымыз, қақ, қағу, төк, төгу, шап, шабады. Түбірдің соңғы н дыбысы н, б, п дыбыстарының алдынан келсе, н дыбысы айтуда өзгеріп, м дыбысына айналады. Жазуда мұны ескермейміз. Мысалы, сенбе, сенбе, жанпейіс, жанпейіс, құрманбек, құрманбек. Түбірдің соңғы н дыбысы к, қ, г, ғ дыбыстарының алдынан келсе, айтуда н дыбысы өзгеріп, ң дыбысына айналады. Жазуда оны елемейміз. Мысалы, бір күнгі, аманкүл, аманкүл, сәнқой, сәнқой, дүйсенқали, дүйсенқали. Түбірдің соңғы с, з дыбыстарының бірі ш дыбысының алдынан келсе, ол екеуі айтылуда ш дыбысына айналып кетеді. Жазуда бұл еленбейді. Мысалы, колхозша, колхозша, жұмысша, жұмысша, сөзшең, сөзшең, жұмыс шамасы, жұмыс шамасы. Түбір сөздің соңғы з дыбысы с дыбысының алдынан келсе, з дыбысы с дыбысына айналады. Жазуда бұл еленбейді. Мысалы, көз сал, көз сал, тұзсыз, тұзсыз, жазса, жаса. Алғашқы сөздің соңғы дыбысы з болып, одан кейінгі сөз ж дыбысынан басталса, з дыбысы ж дыбысына айналады. Бірақ жазуды еленбейді. Мысалы, боз жігіт, боз жігіт, бозжан, бозжан, оразжан, оразжан.